Батырлар жырындағы тұлпарлар бейнесі. Бекбала Алина, номер 15 гимназияның 10 А сынып оқушысы. Кіріспе. Зерттеу жұмысының құрылымы ғылыми жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспеде жұмыстың негізгі қағидалары мен мақсаттары баяндалып, жұмыс нысанының өзектілігі көрсетіледі. Оның теориялық және тәжірибелік маңызы, ғылыми сипаты баяндалады. Зерттеуде қазақ фольклорындағы тұлпарлар бейнесінің сомдалу ерекшеліктері қарастырылған. Ауыз әдебиеті үлгілерінен бастау алатын тұлпарлар бейнесінің генеалогиялық жасалу жолдары, дәстүр және жаңашылдық тұрғысында зерделенген. Тұлпарлар бейнесі суреттелген поэзия үлгілерінің тіл кестесі, көркемдік белгілері айшықталған. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты. Қазақ ауыз әдебиетінде шеберлікпен суреттелген тұлпарлардың көрінісін таныту болып табылады. Осыдан келіп мынадай міндеттер туындайды. Қазақ фольклорындағы тұлпарлар бейнесінің зерттелу тарихына назар аудару, батырлар жырындағы тұлпарлар бейнесінің типологиялық ұқсастығын айқындау, ауыз әдебиетіндегі тұлпарлар бейнесінің көркемдік ерекшеліктерін саралау, ұлттық рухани дамудың жемісі болып табылатын тұлпарлар бейнесін батырлар жыры негізінде тану. Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Мектепте оқытылатын батырлар жырларын салыстыра қарастыру нәтижесінде тұлпарлар бейнесі сомдалған жырлардағы көрініс жан-жақты сараланды. Тұлпарлар образы бейнеленген шығармалардың көркемдік белгілері, тіл кестесі, сұлулық сипаты, бейнелі ой тереңдігі және тағы басқа қырлары ашылды. Зерттеу нысаны. Зерттеуде теориялық материалдарды қазақ ауыз әдебиетіндегі батырлар жырларынан алынған мәтінмен дәлелденеді. Төмендегі әдебиеттер бойынша жұмыс жасалды. Қазақ фольклорының жинақтары, батырлар жыры, 1, 2, 3, 4 томдар, қыз жібек жыры, зерттеу әдісі. Қазақ ауыз әдебиетіндегі Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қамбар батыр, Ер тарғын, қыз жібек жырларындағы тұлпарлар бейнесінің өзіндік орнын межелеп, көркемдік мұратын аңғартуда. Әдеби материалдарды талдау барысында хронологиялық, салыстырмалы жүйелі зерттеу әдіс тәсілдері қолданылды. Қазақ әдебиетіндегі тұлпарлар бейнесін зерттеушілер. Қазақтың кең даласында жүйітке шапқан тұлпарлардың көркем бейнесі өнердің көп салаларының ішіндегі ең бір қадірлісі әрі қасиеттісі. Сөз өнерінде алар өзіндік орны бар. Сөз өнеріндегі тұлпарлар туралы поэзиялардың қамал бұзар қаһарлысы да, айшықты әсем қонарлысы да, шебер қиылысқан қисындысы да, нөсерлей қойылған тоқпе туындылары да мол. Асылды жасықтан айыра білген халық шешендерінің аузынан шыққан тұспалдар мен нақылдардағы тұлпалардың көркем ерекшелігі өмір ережесіндей ұрпақтан ұрпаққа ауысып келеді. Қанша ғасыр артқа салса да, әдебиетімізде тұғыры биік тұлға болып қалыптасқан қасиетті Қамбар атаның ұрпағы жылқыға байланысты халқымыздың наным сенімі өте мол. Қазақ өзін жылқы мінезді халықпыз дейді. Жылқы басқа малға қарағанда таза, кірпияз, судың тазасын ішетін, шөптің асылын ғана жейтін мал. Ең бастысы, жылқы өзіне басқаның үстемдік етуіне, танап талауына, аяққа басуына жол бермейді. Жылқы еркіндікті сүйетін, бостандықтың символы. Мұқышева қазақ халқының жылқы туралы түсінігін былай жіктеген. Халқымыз жылқыны қасиеті көп, игілігі мол, киелі жануар деп таныған. Халықтың таным түсінігінде жылқы адамның қанаты, досы, бірі саналған. Түркі дүниесі жылқыны ардақ тұтқан, асқақтатқан, өзіне қорған әрі қорқушы санаған. Халық әдебиетінде жылқы жөнінде алуан дерек көзі де, мифтік материалдар да мол. Қазақ халқының сөз өнері басқа халықтардың әдебиетінен ең алдымен өзінің образдар жүйесімен, сөз бейнелеу тәсілдерімен ерекшеленеді. Өлең сөздің патшасы, сөз саразы деп Ұлы Абай ақын атамыз айтқандай, образды сөз, көркем сөз арқылы әшекейленген поэзия тілі әдебиетін таныстайтын ауасы. Сөз сұлулығы оның қарапайымдылығы мен табиғилығында, әрі сөз шеберінің қолымен кестелеген әртүрлі ажарлаулар мен көркемдік белгілерінде, сөз өнеріндегі тұлпарлар бейнесінің көркемдігін жеткізуде ажарлаудың сан түрін пайдаланып, сұлулықтың символын жасадық. Құбылып бұрыл гүледі, табаны жерге тимеді, тау менен тасты өрледі, төрт аяқты сермеді. Қорытынды.
Зерттеу жұмыс қазақ фольклорындағы тұлпарлар бейнесінің сомдалуы мен көркемдік ерекшеліктерін ашуды мақсат еткен. Сол арқылы қазақ ауыз әдебиетіндегі батырлар жырларындағы жылқы малы туралы түсінігі, әсіресе желден жүйрік тұлпарлардың бейнесін жасаудағы ізденіс арналары кеңінен қарастырылды. Жұмыстың бірінші бөлімінде қазақ ауыз әдебиетіндегі батырлар жырларындағы тұлпарлар бейнесінің алар орны қарастырылса, екінші бөлімде олардың көркемдік ерекшелігі әдебиет теориясына сүйене отырып тұлпарлар бейнесі талданды. Осындай үлгідегі тұлпарлардың қазақ фольклорындағы бейнесі ұлттық тарихтың даму кезеңдері мен халықтық дәстүр өнегелерімен тығыз байланысты. Осы ретте қазақ поэзиясындағы тұлпарлар бейнесінің өзіндік орны батырлар жырынан бастау алып жырланғаны талданды. Назарларыңызға рахмет. Бекбала Алина, номер 15 гимназияның 10 А сынып оқушысы.